Бәріңізге сәлем. Бұл шығарылымды ғаламдық жылынуға арнамақпыз. Ғаламдық жылыну әлемнің және адамзаттың үлкен проблемасына айналып отыр. Ғаламдық жылыну кесірінен оңтүстік және солтүстік полюстердегі 1000 жыл бойы тұрған мұздықтар еріп жатыр. Google және NASA ғарыштық ұлттық зерттеу институтының мағлұматтарына сүйене отыра, Алясканың, Гренландияның және оңтүстік және солтүстік полюстердегі мұздықтардың соңғы 20 жылда қалай еріп жатырғандығын көріп отырмыз. Ғаламдық жылынудың Arduino негіздері курсына қандай қатысы бар деп ойлануыңыз мүмкін. Бірақ та бүгінгі өтетін тақырыбымыз температура датчиктерімен жұмыс жасау. Яғни температура туралы мағлұматтарды қарастыратын боламыз. Бүгінгі сабақта температура датчиктерімен жұмыс жасау арқылы температура шкалалары Кельвин, Цельсий, Фаренгейт шкалаларымен жұмыс жасап үйренетін боламыз. Фризинг платформасында бүгінгі сабақтың практикалық жұмысын жасап үйренетін боламыз. Arduino мен макеттік платаны орнату арқылы енді біз температура датчигін іздейміз. LM335 температура датчигі макеттік платаға орнатамыз. Және осы макеттік платаға орнатып болғаннан кейін шықпаларын ажыратып Arduino Uno микроконтроллеріне жалғайтын боламыз. Және де бізге RGB жарық диод керек. 4 шықпасы бар, ал температура датчигінде 3 шықпа бар, яғни 3 аяғы бар. Яғни сол ең шеткі сол аяғы ол бізде ground, яғни жерге тұйықталу керек. Жерге тұйықтау үшін ground Arduino Uno микроконтроллерінде ground'тың шықпасын жерге тұйықтаймыз, оны қара түспен белгілейміз, және де 5 вольттық қорек көзінде тоже ортақ макеттік платаға жалғайтын боламыз. Заземление жасадық. Одан кейін біз 220 омдық резистор арқылы қорек көзіне, яғни 5 вольтқа жалғайтын боламыз. Және де осы шықпаны аналогтық A0 бөлікке жалғаймыз, яғни пенға жалғаймыз. A0 пенға аналогтық. Ал RGB-ға келетін болсақ, өткен сабақтардағыдай бізде заземление және де жарық диодтарының анод бөліктеріне 3 анод, яғни көк, жасыл, қызыл анод бөліктеріне резистор арқылы 220 омдық біз диджитал бөліктегі 9-шы, 10-шы, 11-шы пиндарға жалғайтын боламыз. Оларды жасыл түспен белгілеп, дәл осылай жалғайтын боламыз. Яғни бұл экспериментте біз температура өлшеген кезде белгілі бір температура шамасында жарық диоды жану керек. Суретін аламыз PNG форматындағы. Проекттің схемасы дайын болды. Көріп отырғанымыздай. Arduino IDE платформасында біз бүгінгі проекттің скетчін жазатын боламыз. Әуел баста RGB жарық диодына жалғанған диджитал бөліктегі пиндарды айнымалы ретінде Blue, Red, Green'ге 9, 10, 11 деген сандарды беру арқылы integer типті айнымалыны аламыз, және де аналогтық бөлікке жалғанған A0 айнымалыны оқу үшін LM335 деген айнымалыны шығарамыз. Және де бізде шекті мән, яғни максимум және минимумды мәндерді қою үшін 20-30 деп аламыз, және де қосымша value 0, яғни бізге керекті мәнді аламыз. Және setup функциясында біз пиндарға жалғанғандарымызды, диджитал бөлікке жалғанғандарымызды конфигурациялаймыз, және де 9600 портты қосатын боламыз. Loop функциясында бізде формула бойынша бізде әуелі бастан аналогтық бөлікке жалғанған температура датчигіне жалғанған аналогты сигналды оқитын боламыз әуел аналог рет функциясы арқылы, және волтаждан формула арқылы көріп отырғанымыздай Цельсий градусқа айналдырып жатырық. Темп Цельсий градусқа айналдыру үшін осы формуланы қолданамыз. Волтаж көбейтілген 100 азайтылған 273,15 деп, және де бізде оларды темп деп шығаратын боламыз, температурасын шығаратын боламыз. Және шарт қою арқылы біздің негізгі бүгінгі проекттің мақсаты, яғни
шекті максимумды және минимумды шекті мәндердің арасында және немесе одан көп болатын болса, егер минимумды мәннен аз болатын болса, онда бізге көк түсті шығару керек, ал максимумды мәннен жоғары болатын болса, онда бізде қызыл түсті шығару керек. Осыған функция ретінде құрылатын болсақ, бізде digital бөліктегі және де set RGB функциясын құрамыз және де әрбір шарт бойынша оларға мәндерін беріп шығамыз. Яғни 3 параметр бойынша 3 параметрді 0,01 дейтін болсақ көк жанады, 1,00 дейтін болсақ қызыл жанады. Көріп отырғанымыздай. Және де біз осыны үзіліс ретінде 1 секундта аламыз. Компиляцияға берсек дұрыс орындалады. Tinkercad онлайн сервисінде Prism платформасында қалай проекттің схемасын құрдық, дәл солай қылып, яғни температура датчигін, жарық диодтарын дәл солай схема бойынша құрып, біз осылай жасаймыз, яғни схемасын дәл осылай аламыз. Яғни температура датчигін digital және аналогтық бөліктерге, RGB-ді digital бөлікке аналогтыны температура датчигіне жалғап, біз бүгінгі проектін жасайтын боламыз Tinkercad онлайн сервисінде. Біз Tinkercad'та схеманың қалай жасау керектігін емес, процестің қалай бақыланатынын көргіміз келеді. Температура датчигін, яғни дәл Prism платформасында дәл қалай жасадық, яғни аналогтық бөлікке жалғап, температура датчигін және қуат көзіне жалғап, және жарық диодтарын digital бөлікке жалғап, резистор арқылы дәл осы жасаймыз. Және де коды Arduino IDE платформасында қандай скетч жаздық, соны конверт етіп алып қоямыз. Ставить етіп бақылап көретін болсақ, қазір бақылап көрейік. Енді монитор последовательности интерфейсті ашайық. Қызыл жанып жатыр екен, температурасы қанша болып жатырғанын байқайық. 225-те 39 температура, яғни 225,39 Цельсий градусты, яғни біздегі шарт бойынша максимум мәніміз бізде қанша? 30, 30-дан 225 үлкен. Сонда бізде қызыл свет беріп жатыр, яғни егерде шарт бойынша қарайық, минимум мәніміз 20 болатын. 20-дан кіші болғанда бізде көк түс жанатын, яғни 0,01 беретін болсақ, яғни қызыл жанба, жасыл жанба, көк жан дейтін. Ал бізде шарт бойынша максимум 30, 30-дан үлкен 225, онда 1,00 қызыл жан, жасыл жанба, көк жанба деген принципті беріп отырмыз бұл жерде, көріп отырғанымыздай. Яғни бақыланып отырған біздің процесіміз, яғни температураға байланысты датчигін қолдану арқылы біз жұмыс жасадық. Бүгінгі жасаған проектімізді ғаламдық жылынуға байланыстырған себебіміз, біз мысалы солтүстік және оңтүстік полюстердегі станцияларға осындай температура датчиктерін қою арқылы, біз сол жердегі температураны есептеу арқылы қаншалықты мұздықтардың еритінін байқаймыз.